осы әдісті жасап көрдім. Жаңа біздің причинамыз бұдан болмай шықты. Мен сонда да YouTube-қа сала салам. Енді бұл жерде керекті ақпаратты ішінен керегін таңдап аласыңдар. Nissan Maxima A32. Тек Nissan Maxima емес, кез келген машинаның гурдың шлангысын, гурдың өзін, тағы бір нәрселерін ауыстыратын болсаң, ішіндегі воздух қалады. Сол воздухты шығармай машинаны оталдырып жіберетін болсаң, руль қатты болып қалады. Ішінде ауа бар болып қалады. Ал мен бұл жерде мына гурдың высокое давление шлангысын ауыстырдым. Содан кейін машинаның ауасын айдамай, сразу машинаға май құйдым да оталдырып жібергем. Содан кейін руль қатты болып қалды. Руль қатты. Гурдың бачогын ұстағанның өзінде, гурдың бачогында как будто вибрация бар сияқты дірілдеп тұр. Мына қолмен ұстағанда сезесің. Руль ауыр болғаннан кейін мен ойладым, машинаны оталдырғаннан кейін гурдың насозы қызып, гур бұзылып қалды деп ойладым. И гур жөндейтіндерге барған едім, ол айтты, бачоктың астында бір подача, бір обратка шланга болады. Соның подача жағында, обратка емес, подача жағында подачадан гурға барады, и гурдан неге барады? Ар жақта рулевой рейкаға барады, айналып шығару үстіне майы. Сол аралықта ауасы бар. Сондықтан ол жаңағы кішкене дірілдеп жұмыс істейді. Одан кейін ауамен айналып руль қатты болады деді. Бірінші ауасын шығарып көр, содан кейін көресің деді. Енді соны бірге көреміз. Ауасын шығару үшін бачоктың ішіндегі майды құйып аламыз бришпен. Одан кейін алдыңғы екі дөңгелекті көтеріп, рульді оңға солға бұрамыз. Машинаны оталдырмай бұрамыз. Бачоктағы майды түбіне дейін тартып алдым. Екі беттің дөңгелегін көтердім. Дөңгелекті көтеретін кезінде артыңғы екі бетіне де кірпіш қою керек. Кірпіш қоймасаң, алды көтеріліп тұрғаннан кейін жеңіл жаққа жүріп кетуі мүмкін. Енді рульді оңға, солға до конца бұрасын. 10 рет, 15 рет қайталайсың. Мына ішінде ауалар шығып жатыр. Тез-тез бұра оңға, солға. Майды да спришпен тартып алғанда осы себептен де. Осыны тартып алмағанда майдың бачоктың ішінен сыртына шығып кететін еді. Сол үшін түбіне дейін тартып алдым. Мына ішіндегі ауалары шығып жатыр. Мына ауасы естіліп жатқанда шығар. Мына ауа тағы да шықты. Рамазан, тез-тез істей бер. До конца бұрап жатсың ғой оңға салақ, я? Енді осыдан кейін руль жұмсақ болатын шығар. До конца тіредің, тағы да до конца бұрасын. Уже бір 10-15 мәрте болды, оңға солға бұрап атқанымыз. Әлі де ішінен ауалар шығып жатыр. Мына рулевой рейканың ішінде де, шлангының ішіндегі барлық нелер, воздухтар шығып жатыр ғой. Бұл таусылатын ауа ма, таусылмайтын ауа ма екен, Енді тағы біреулер айтып жүрмесін. Мынаның подача жағында
шлангымен барып ауасы пустой қайтып жатыр деп. Мынаның ішінде сонда да бар, ішінде майы бар. Подача жағына қазір ауа кетіп жатқан жоқ, май бар да уже бачоктың ішінде. Енді жаңаға құйып алған майымызды үстінен құйып, машинаны оталдырып тұрып бұрап көреміз. Мынау гордың майын ауыстыратын болсаңдар, мынау бачоктың мына жерде подача, мына обратка. Подача жағын теспейміз, мына обратканың несін хомутын шешеміз да, и мен былайынан жасап қойғам. Басына заглушить мынандай свеча тығып қойғам. Мына жердегі заглушканы мына шлангын сұрып тастағаннан кейін, мына бетінде қалады мынау трубканың астында. Соған тығамыз да, и одан кейін мына шланганың өзі бос болып қалған кезінде шланганы сақлашқанын тығып, енді түбіне дейін шланганы қайырып тұрып басына тығып қоямыз. Одан кейін майда құйып, жаңа рульді оңға солға бұрап, майда құйып, оңға солға бұрап, ішінен ауасын шығарып тастайтын боламыз. 1 литр майда ауыстырып тастағанға жетеді, жаңа майға. Айтпақшы, гурға қандай май құямын дейтін болсаңдар, мен өткенде Манол Декстрон 2 құйдым. Декстрон 2, Декстрон 3 қызыл май болса ауыстыруға болады. Майды құйдым. Енді машинаны оталдырамыз. Оталдырып тұрып бұраймыз. Енді бұрай бер. Қазірше тағы да ауасын шығару үшін машинаны оталдырған күйінше, дөңгелек көтеріліп тұрған күйінше машинаны тағы да бұраймыз оңға солға. Мына рульді бұрып атқан бала машинаны түсінбейді ғой, техниканың тілін. Руль жұмсақ болып қалды деп қуанып отыр. Мына дөңгелек көтеріліп тұрғанмен жұмыс жоқ. Машина түсінбейтіндер солай да. Бұны просто ауасын шығару үшін істеп жатырмыз. Қазір нені домкратты түсіріп, одан кейін қатты жерге қойғаннан кейін точно белгілі болады. Рульдің қаншалықты істеп тұрғанын, істемей тұрғанын білеміз. Домкратты түсірдік. Енді дөңгелек жерге түйіп тұр. Машинаны оталдыра бер. Енді бұр. Рамазан руль қатты ма екен? Бұрақ көршкен. Руль қатты екен. Жаңағы нәрсеміз болмады. Жаңағы бізге май жаңа горды жөндейтін адам осылай бізге түсіндіріп айтты. Горды жөндейтін адам бізге осылай айтты. Жаңа бірден горды ауыстырмай жатып, бірінші жаңағыдай іс жасап көріп, одан болып кетсе жақсы, болмай кететін болса гур насозды ауыстырасын деді. Енді біз гур насоз ауыстырамыз. Осы әдісті жасап көрдім. Жаңа біздің причинамыз бұдан болмай шықты. Мен сонда да YouTubeқа сала салам. Енді бұл жерде керекті ақпаратты ішінен керегін таңдап аласыңдар. Жаңағыдай шлангысын тағы бір нәрселерін ауыстырған кезінде, жаңа руль көтеріліп тұрған, дөңгелек көтеріліп тұрған күйінше рульді бұру керек оңға солға. Жаңа өздерінде көрдіңдер ғой, ішінен ауа шықты. Ол менде ауасы бар болып тұрған болып тұр ішінде, и сонымен біраз жұмыс істеп машина жүрді ғой, енді біраз километр жүріп қойды. Сол кезде мынау насос қызып жұмыс істеп, насос бұзылған болып тұр. Ендігі кезек сол насосды ауыстырамын.